Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгін көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Өте жақсы. Балалар, осындай керемет көңіл күйде сабағымызды бастайық. Бүгін міне балалар, біз екі топқа бөлініп отырмыз, е? Бірінші біздің тобымыздың аты Түркістан. Екінші тобымыз Отырар. Өте жақсы екі топта жақсы жұмыс істейді деген ойдамын. Балалар, назарларыңды тақтаға аударыңыздаршы. Қараңыздаршы тақтаға. Бұл не? Бұл не деп ойланамыз, е? Тақтаға қарап сіздер маған айтыңыздар. Не көріп тұрсыздар тақтадан? Түркістан қаласы. Түркістан қаласының көрінісі дейді. Тағы да? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Тағы да не көріп тұрмыз балалар? Қожа Ахмет Яссауи. Ахмет Яссауи де. Ахмет Яссауи көріп тұрмыз. Сосын? Тағы не бар? Дархан дауысын шығара ғой. Тайқазан дейді. Енді бір сурет қалды. Тағы не бар? Бұл не екен балалар? Шығыс моншасы. Шығыс моншасы. Өте дұрыс айттыңыздар балалар. Балалар, енді осы суреттердің таптыңыздар, я? Атауын. Сіздерге қандай ой келді? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Түркістан қаласы. Өте жақсы балалар. Түркістан қаласы екен, я балалар? Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Түркістан қаласы. Сабағымыздың мақсаты, бүгін балалар біз сабақта Түркістан жайлы, Ахмет Яссауидің кесенесі жайлы білген білімізді әрі қарай толықтырамыз, тереңірек білетін боламыз. Және сонымен қатар грамматикалық тақырыпта өтеміз. Дефис және сызықша. Дефис дегеніміз не? Сызықша дегеніміз не? Олардың бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Бар болса, біз оларды қалай ажыратамыз? Сол жөнінде бүгін сіздер мағлұмат аласыздар. Олай болса, балалар, кәне оқулықтарыңызды ашыңыздар. Оқулықтарыңыздағы бірінші мәтінге назар аударыңыздар, балалар. Балалар, бұл сіздерге бірінші тапсырмада мәтін берілген. Мәтін. Осы мәтінді мұқият оқып, мәтін бойынша біз жұмыс жасаймыз. Түркістан тобы, сіздер қала туралы айтасыздар. Тек қана қала туралы. Сонымен бірге жазылатын сөздерді және тірек сөздерді дәптерлеріңе тездетіп жаза қойыңыздар. Ендеше сәттілік ары қарай жұмыс істейік. Отырар тобы, сіздер де мәтінді мұқият оқисыздар. Сіздер кесене туралы мәліметті дәптерлеріңе жаза қойыңыздар. Түсінікті тапсырма балалар? Өте жақсы. Кәне кірсе қойыңдар. Қай топ дайын? Түркістан тобы қолын көтерді, бірінші? Аяулым, сен оқисың ба қала туралы? Оқи ғой. Түркістан Қазақстанның көне қаланың бірі. Бұл қала еліміздің оңтүстік аймағында орналасқан. Түркістан қаласы қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты. Қасиетті қаланы екінші Мекке деп атайды. Жақсы. Қасиетті қаланы екінші Мекке деп атайды. Өте жақсы аяулым. Аяулым отыра ғой. Ал, сонымен бірге тағы қандай тапсырма бердік балалар? Тірек сөздер, бөлек сөздер. Жақсы. Ал, отырар тобы. Сіздер кесене туралы айтуларын береді. Кәне, кім айтады топтан? Дархан, Дархан айтам дейді. Түркістан қаласына келгендер алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барады. Бұл кесене сәулет өнерінің ең озық үлгісі. Кесене 35 бөлмеден және 8 бөліктен тұрады. Жақсы. Отыра ғой, өте жақсы. Балалар мәлімет қалып қойған жоқ па, дұрыс па? Өте жақсы, керемет, Дархан, жарайсың. Ал енді тапсырмаға кірсейге, тірек сөздерді айтып шығыңыздаршы. Әңгімелей айтамын. Сөздер оңтүстік, темір жол, тірек сөздер Түркістан, Қыпшақ даласы, кесене және Қожа Ахмет Яссауи. Өте жақсы. Отыра ғой, жақсы. Ал отырар тобы сіздердің
жайдағы сөздеріңді диана айта қой. Орта Азия екіншілікке 44-35. Я бөлек жазылатын сөздер, иә? 35, 44. Кім? Сосын қайсын айттың? Орта Азия. Жақсы. Өте жақсы отыра ғой. Балалар. Бағалау парақшасына жауап берген балалардың балдарын қоя қойыңыздар. Жаңағы тоқпашылары бар ғой. Қоя қойыңдар, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Өте жақсы балалар. Өте түсінікті айттыңыздар. Тірек сөздерді тауып алдыңдар. Керемет балалар. Енді балалар, мен сабағының мақсатында айтып кеттім ғой. Біз мәтінмен бірге грамматикалық тақырыпқа да тоқталамыз. Бүгінгі сабағымызда біз дефис және сызықша деген екі тақырыпқа тоқтаймыз. Мені балалар мұқият тыңдап алыңыздар. Неге? Себебі келесі орындайтын тапсырмада сіздер осы ереже бойынша жұмыс істейсіңдер. Сондықтан біз ережені мұқият зейін қоя тыңдап, әркім ұғынып алуымыз керек, мақсатымыз. Балалар, қараңдар. Дефис ол орфографиялық, сызықша ол пунктуациялық таңбаға жатады екен. Дефис қойылған жерде кідіріс жасалмайды. Егерде біз мәтінді оқып келе жатсақ, дефис кездессе ол жерге кідіріс жасамаймыз, иә? Ал сызықша тұрса мәтінде, сөйлемнің ішінде, біз ол жерге міндетті түрде кідіріс жасаймыз. Кідіріс. Дефис сөйлемнің мазмұнына ешқандай әсер етпейді. Сызықша сөйлемнің мазмұнына не істейді? Әсері бар, иә? Сөйлемнің мазмұнына әсері бар. Ал енді балалар, бір жағынан екеуін қалай ажыратамыз десек, біріншіден жаңағы кідіріс жасамау бізге көмектеседі. Екіншіден сызықша дефиске қараған, дефис қысқа болады, сызықша кішкене ұзынша келеді, ұзынша келеді. Сондықтан балалар, бүгін біз дефис дегеніміз не, сызықша дегеніміз не мінекей естіді. Екеуінің айырмашылығы айтылды. Енді сіздер мені мұқият тыңдадыңыздар ма? Осы ережені тыңдап алғаннан кейін тапсырмада қалай орындайсыңдар? Осы ережеге сүйене отырып, тапсырманы қалай орындайсыздар? Соны қазір бақылаймыз. Қараңыздар балалар. Оны бақылау үшін балалар, сіздер екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада бізге қандай тақырыптағы өлең берілген? Түркістан деген бүгінгі тақырыбымызға байланысты Мағжан Жұмабаевтың өлеңінен үзінді берілген. Сол өлеңнен балалар біз дефис қойылатын сөздерді тауып алуымыз керек. Дефис қойылатын сөздерді тауып дәптерімізге жазу керек. Алдымен балалар өлеңді мұқият тыңдай қойыңыздар. Мұқият тыңдай қойыңыздар. Одан кейін сіздер өздерің ережеге сүйеніп тапсырманы орындайсыздар. Кәне, Түркістан, Мағжан Жұмабаев. Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңір берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды тұран дескен, тұранды ер түрігім туып өскен, тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Шөлдер бар, желде жүрмес сап-сары құм, моладай ешбір үн жоқ, мәңгі тып-тын, болмақ бар жан-жануар шексіз шөлде, сарғында салар ойнақ пермен жын. Тұранның тянь-шандай тауы қалай, пар келмес тянь-шанға таулар талай, еріксіз ер түрікті ойғаларсың, көк қасқан хан тәңіріге қарай-қарай. Қандай тамаша, иә балалар? Өз алдарыңызға қалай елестеді ме? Түркістан қаласы? Керемет, керемет. Олай болса балалар, біздің мақсатымыз бұл жұмыста, екінші тапсырмада қандай сөздерді біз дәптерге теріп жазуымыз керек? Дефис қойылатын сөздерді тауып дәптерге жазу керек. Ал кірісейік ендеше, қайтып бірінші болады екен, қайтып шапшаң екен, кәнекей жұмыс істейміз балалар. Қайтып бірінші бастайды. Тағы да Түркістан тобы бірінші бастаймыз дейді. Ай, ол оқи ғой. Қай сөз
сөздерге дефис қойылады. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Қалып қойған сөздер болса, көмектесеміз, аяулым айта ғой. Сап-сары, тянь-шань, тып-тым. Сап-сары, тянь-шань, Тып-тым. тып-тым дейді. Болды, жақсы. Отырамыз. Қала деген тақырыпқа балалар, біз шығармашылық тапсырма орындаймыз. Келе ғой Түркістан тобы. Түркістан қаласы жыл санап қыркүйек келді. Шығар дауысын. Түркістан қазіргі меккеге Дауысын да шығар. Түркістан қазіргі меккеге айналған. Айта ғой. Түркістан Қазақстанның көне қалаларының бірі. Көне қалалардың бірі. Екінші Меккеге айналды дейді. Сосын 1903 жылы Түркістанға алғаш теміржол келді. Алғаш рет теміржол келгенін айтып жатыр. Сосын Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи атымен әлемге әйгілі болды. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. жыл сайын қанша адам келеді оған? Өте жақсы. 700-дей адам келеді дейді жыл сайын. Туристер, мына кесенеге келеді екен. Екінші Мекке дейді екен. Тағы да мәлімет айтасыңдар балалар. Балалар дұрыс айтқан мәліметтері. Болашақта қандай қала болып енді? Қандай қала болады болашақта? Оның келушілер саны көбейе ме, азая ма? Көбейе түседі. Енді 700 адам келсе жылына, әрине көбейе түседі, Айтуға бола ма туристік қала деп Түркістанды? Керемет балалар, қол соғып қойып, тамаша. Рахмет, отыра қойыңыздар. Ал, отыра тобы келіңдер сендер. Ал, Түркістан тобы сіздер мұқият тыңдаңыздар. Хронологиялық кестені, қане әймелейік, тақтаға қараймыз бәріміз. Отырар тобын мұқият тыңдайық. Не айтады бізге отырар тобы? Айта ғой. 1396-1399 Әмір Темірдің бұйрығымен Қожа Ахмет Яссауи қабірінің басына тұрғызылған. 19 ғасырдың соңына қарай кесене тарихи-мәдени мұра ретінде ғылыми тұрғыдан дамуға бастады. 1989 жылы қорық мұражайы ұйымдастырылды. Мұражай ұйымдастырды. Қай жылы? 1989 жылы. Әрі қарай. 2000 жылы қалпына келтіру жұмысы аяқталды. 2003 жылы ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясы дүниежүзілік мәдениет мұра. ЮНЕСКО-ның шешімімен дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне кірді. Осыны ұмытпаймыз балалар. Қай жылы кірді дүниежүзілік мәдени мұра? 2003 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен 27-ші сессияда дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енді. Керемет хронологиялық таблицаның негізгі ақпараттарды жақсы айтып шықтыңыздар. Кәне марапаттап, қол соқты. Рахмет, отырыңыздар. Бағалай қойыңыздар. Аймели, кімді бағалап жақсы жұмыс істеді бүгін топта? Айта ғой, кім жақсы жұмыс істеді? Ал, ең көп бағаланған кім? Аймели, да? Айзеле, жақсы отыра ғой. Түркістан тобы бүгін өте жақсы жұмыс істеді. Өте жоғары балл алған Айзеле, Аймели, Аяулым өте жақсы жұмыс істеді. Рахмет. Диана айта ғой. Өте жақсы топ мүшелері өте жақсы жұмыс істедіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Дархан, Диана, Нұрхан, көп рахмет сіздерге өте жақсы жұмыс істедіңіздер. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сендерге өздеріңе ұнаған 1 плюс 1 минус дейді. Өзіңе ұнаған 1 плюс не бол, және ұнамаған 1 минус болды ма? Соны мынаған жазып тақтаға іліп қоясыңдар балалар. Рахмет аяулым. Аймели рахмет. Аймели рахмет. Үй тапсырмасында Түркістан сөзіне сен-квей құрастырып келесіңдер. Бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін көп рахмет балалар. Әрдайым сабақта осылай жақсы жұмыс істеңдер. Сабағымыз аяқталды. Кем алыңыздар.